банкротқа қалай беремін, кредитті төлей алмай жатырмын, бұл тығырықтан қалай шығамын деп ойлап жүрсеңдер, дереу бізге банкроттық зерттеуге жазылсаңдар болады. Банкроттық зерттеудің барысында қандай қарыз бар, қандай кредиттер бар, қандай кемшіліктер бар, нендей мүмкіндіктер бар пайдалануға болатын, осының бәрін қарастырамыз. Банкроттық зерттеудің барысында толымды жазбаша қорытындыластар. Бұл бір. Екіншіден, қандай қарыз бар, қандай кедергілер бар, қандай кемшіліктер бар, қанша күн кешік, соның барлығын кестесімен аласыздар. Одан кейін, үшіншіден, сіздер сот арқылы банкроттық па, соттан тыс банкроттық па, мүлдем төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі, кредитті 5 жылға шегеру, соған сәйкес келесің ба, сол түсіндіріледі. Одан кейін қандай қатерлі тұстары бар, қандай жағдайлар бар реттеу керек, осының барлығын түсіндіреміз. Қанша теңгеге, қанша мәселе, қандай проблемалар туындауы мүмкін, қанша теңгенің шығыстары болуы мүмкін, осының барлығы қорытындыда көрсетіледі. Және біздің қызметкер сіздерге тегін осы қорытындыны кеңесте түсіндіріп беретін болады. Банкроттық зерттеуге жазылып, өзіңіздің проблемаңыз былайша мына шегімен мына шегі қалай болып тұр, соны мен қалай реттеймін, қандай қадамдары бар, қандай кемшіліктері бар, соның бәрін реально біле аласыздар. Әлде қандай бір заңгерлер секілді біздер ауыз ұшынан анау міндет, мынау міндет деп айта салып, өтірік айтып келісімшартқа отырмаймыз. Біздер нақты проблеманы ашып, жараның бәрі бетін ашып, көрсетіп, қандай минустары бар, қандай кемшіліктері бар, соның бәрін айтамыз. Сіздерге дәл осындай адал зерттеу керек болса,